Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жау жаңбыр. Мақсаты жаңбыр туралы ән тыңдау, жаңбырлы күн туралы толығырақ айтып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока – капает дождик. Сегодня прослушаем песню про дождь и научимся рассказывать про дождливую погоду. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: қол шатыр, зонтик, гүлдеу, цвести, тамшы, капля, көктеу, зеленеть, сағыну, это скучать. Жаңа сөздер сурет арқылы қайталаймыз және есте сақтаймыз. Ребята, давайте повторим новые слова с помощью картинок и постараемся их запомнить. Қол шатыр, тамшы, көктеу, гүлдеу. Жарайсыңдар балалар. Енді бірінші тапсырма: суретке қарап, я жоқ жауабын таңда. Ребята, посмотрите на картинку. И попробуйте определить, правильны ли эти предложения. Приостановите видео и попробуйте это сделать устно. Енді өз-өзімізді тексереміз. Теперь давайте проверим. Суретте қыс мезгілі бейнеленген. На картинке зима. Жоқ. Қыздың қолында қолшатыр бар. У девушки есть зонтик. Я. Қыз жаңбырды ұнатады. Девочка любит дождь. Я. Күннің сәулесі түсіп тұр. Светит солнце. Жоқ. Я? Ребята, я думаю, вы все справились с данным заданием. Енді келесі. Үшінші тапсырма: әнді тыңда, қайтала және оқы. Ребята, давайте послушаем песню про дождь и будем подпевать. Жақсы балалар, бойымызды сергітіп алсақ, келесі тапсырма, төртінші тапсырма: диалогты тыңда және оқы. Радио тілшісі: сізге жаңбыр ұнайды ма? Майра: мен жаңбырды жақсы көремін, қазір көшеде жүрмін. Жау жаңбыр әнін қосыңызшы. Әсия: мен жаңбырды ұнатпаймын, күн бұлыңғыр болады, айнала дұрыс көрінбейді, көңіл күйім түседі. Алтынай: жоқ, көңіл күйім жоқ, ағам оқуға кетті, оны қатты сағындым. Тұрар аға: жаңбырдың жауғаны жақсы, егін шығады, бау-бақша өседі, дала гүлдейді. Балалар, диалогты тағы бір рет оқимыз. Ребята, еще раз прочитайте диалог на казахском, потом на русском языке. Және келесі тапсырманы орындаймыз. Дальше вам нужно по диалогу заполнить эту таблицу. В первом столбике вы пишете имя, қоңырау шалған адамдар. Во втором столбике сурет, то есть вы находите картинку. Ұнатады, ұнатпайды. В третьем столбике нравится, не нравится дождь. Себебі, это значит причина. Почему? Мысалы, Майра в суретінде жаңбырды ұнатады, ол сыртқа шығады. Вот так вы продолжаете таблицу и пишите в тетради. Келесі бесінші тапсырма: я жоқ жауабын таңда, яғни диалог бойынша сөйлемдерді оқимыз, дұрыс, бұрыстығын анықтаймыз. Прочитайте предложение, определите, правильны ли они или нет. Мысалы, Майра жаңбырды ұнатады, ол жаңбырлы күні сыртқа шығады. Я. Приостановите видео, попробуйте сделать. Жақсы балалар, енді өзімізді тексереміз. Асия жаңбырды ұнатпайды, жаңбырлы күні оның көңіл күйі түседі. Я, дұрыс.
Алтынай көңілсіз, оның ағасы оқуға кетті, ол оны қатты сағынды. Иә, Тұрар аға жаңбырды ұнатпайды, оның себебін айтпады. Жоқ, дұрыс емес. Ребята, я думаю, у всех правильно. Енді келесі үй жұмысы 6-шы тапсырма диалог бойынша мәтінді толықтырып жаз. Вам нужно по прочитанному диалогу дополнить эти предложения и вместо многоточия поставить нужные слова. Это задание письменное выполняете в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.